Барша мадақтар мен мақтаулар әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға, ардақты пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін пайғамбарымыздың ардақты сахабаларының бірі, сол сахабалардың бірінің өмір тарихын, өміріндегі бір қызықты сәттерін сіздермен бөлісетін боламыз. Бұл сахаба Абу Дарда, Алла ол кісіден разы болсын, осы сахабаның өмір тарихы. Бір күні дейді, Абу Дарда, бұл кісінің аты Уаймир ибн Малик деген сахаба. Бір күні ол кісі өзінің ұйқысынан оянды дейді, ерте тұрды ұйқысынан. Одан кейінде мынау бөлмесінің ең жақсы, ең бір мықты жеріне өзінің құдайын, пұттарын қойып қояды екен. Ең жақсы бөлмеге, төр үйге. Соған барып бір сәлем беру үшін, соған барып бір тілектерін тілеу үшін сол бөлмеге қарата, ұйқыдан тұра сала сол бөлмеге қарата бет алды дейді. Барды да не істеді? Сол өзінің табынатын пұтын оған мынау Йемен жерінен келген үлкен бір саудагерлер сыйлық ретінде берген екен. Сүртті, сылады, сыйпады, табынды, одан кейін тілектерін тіледі. Ал күн көтерілгеннен кейін ол кісі өзі саудагер екен, базарға қарата ең бірінші солай құдайына бір табынып алды да, одан кейін күн көтерілгеннен кейін базарға қарата жолға шықты дейді. Осы базарда жолда кетіп бара жатқан кезде көше бір у-шу, көшеде сондай бір кептеліс бар болатын осы көшеде. Бұл қандай кептеліс? Бұл ненің кептелісі? Бұл Бәдір соғысынан қайтып келе жатқан пайғамбарымыздың сахабалары еді дейді. Бәдір соғысында білесіздер, Меккедегі Құрайыштықтардан, мүшриктерден көптеген тұтқындар қолға түсті. Міне соларды алып, пайғамбарымыздың сахабалары Медине қаласының көшесінен өтіп бара жатқан. Жаңағы Абу Дарда сол базарға саудаға кетіп бара жатқан кезде, дүкеніне кетіп бара жатқан кезде осыны көреді. Сосын бұны алыстан көрді дейді. Көп ұзамай сол сахабаларының сол кетіп бара жатқан адамдардың біреуінен кімді сұрайды? Абдулла ибн Рауаха деген сахаба бар. Сахабалардың өмірбаянын естіңіздер. Сол сахабаның жөнін, жағдайын сұрайды. Абдулла ибн Рауаха бар ма мынаның ішінде? Жоқ па деп. Содан жаңағы кетіп бара жатқан пайғамбарымыздың сахабаларының бірі Абдулла ибн Рауаха бәрі жақсы, өте жақсы, жағдайы жақсы. Бұл Бәдір шайқасынан аман есен қайтадан өзінің отбасына оралды деп жаңағы Абу Дардаға айтады. Енді қараңыздаршы, бұл жерде сол Абдулла ибн Рауаханы сұраған кезде дейді Абу Дарда, ешкім таңғалған жоқ дейді. Өйткені біреуі мұсылман, біреуі әлі мүшрик, Алланы танымайтын, Құдайды танымайтын адам еді. Не үшін сұрады? Себебі дейді, бұлардың арасындағы достық сонау заманнан бері жалғасып келе жатқан. Екеуі пұтқа табынып, небір жаңағы күнәлі істерді жасап жүрген кезде екеуі бір дос болатын, бірге жүретін, бірге тұратын. Ал одан кейін Абдулла ибн Рауаха пайғамбарымызға ілесіп, бір құдайды танып, ислам дінін қабылдап кетті дейді. Бірақ Абу Дарда қалып қалған, қабылдамай. Бірақ енді біреуі мұсылман, біреуі мұсылман емес болса да, екеуі бір-бірін жағдайын сұрап тұратын неме. Бір-бірін зиярат жасайтын, бір-біріне көмектесетін, қолынан келген қиыншылықтары болса көмектесетін, қолынан келген жақсылықтарын жасайтын. Яғни
болды, мен мұсылман болдым, сен әлі мұсылмандықты қабылдаған жоқсың, сен анаусың, сен мынаусың, сен кәпірсің деп ат тонын аулақ алысқа салып бөлініп кетпеген дейді. Іргесін бөлген жоқ. Түсінікті ме? Араларындағы дұрыс, екеуінің сенімі басқа шығар. Екеуі мынау Құдай мәселесінде, жаратушы мәселесінде көзқарасы екі түрлі шығар дейді. Бірақ араларында достық бар еді әлі. Бір-біріне көмектесетін, бір-бірін зиярат жасайтын, бір-бірінің жағдайын сұрайтын, жоғалып кетсе, ұзақ уақытқа көрінбей кетсе, іздейтін бір-бірін. Міне, сахабаларда осындай болды. Яғни сен болды намаз оқымадың, сен андайсың, мен мындаймын деп ат тонын аулаққа салған жоқ, бөлген жоқ. Түсінікті ме? Сондықтан мұсылмандар бөлуге болмайды. Керісінше, бір адам Құдайды танымай жатса, исламға деген түсінігі дұрыс болмай жатса, сіз одан қашсаңыз, сіз одан іргеңізді аулаққа салсаңыз, кім шақырады оны? Керісінше, ондай адамдармен тығыз қарым-қатынаста болу керек. Діннің, мұсылманның, исламның көркем мінезін сондай бір шақырған кезде жанынан табылып, бір көмекке мұқтаж болып қалған кезде көмектесіп көрсету керекпіз ғой, дұрыс па? Міне, мінез, іс-әрекет. Сондықтан ғалымдарымыз айтқан, бір адамның, қараңыз, бір адамның дейді, бір істі келесі бір адамға іс-әрекетпен көрсетуі 1000 адамның уағыз айтқанынан хайырлы деген. Түсінікті ме? Сіз барасыз да, бір іс-әрекетпен көрсетіп жібересіз, болды. Ар жақтан келіп оған 1000 адам уағыз айтса, ол әсер етпейді оған. Сіздің бір іс-әрекетпен көрсеткеніңіз адамның жүрегінде қалады, адамның ойына әсер етеді. Міне, сахабалар осылай еді. Енді осал Абу Дарда радиаллаху ан, бұл кезде мұсылман болмаған әлі, өзінің дүкеніне барды дейді. Дүкеніне барды да есігін ашып дүкенінің. Не істеді? Күнделікті саудасын жасады, өзінің қасында қызметкерлері бар болатын, жаңағы жүктерін шығарды, заттарын шығарды көшеге, есіктерін ашты, терезелерін сүртті дегендей, сондай күнделікті тірлік. Бірақ осы сәтте, осы Абу Дарда дүкенде отырған кезде өзінің досы, қараңыз, өзінің досы Абдулла ибн Рауаха Абу Дарданың үйіне барады. Енді Абу Дарданың үйінде оның жұбайы бар еді. Оның ержетіп қалған балалары бар еді. Абу Дарданың үйінде. Келіп, есікті қақса, үйде Абу Дарда жоқ екен. Енді аулаға ғой, үйіне кірген жоқ. Аулада Абу Дарданың жұбайы, сол жаңағы көгені, санау, мынау, құрма, күнделікті отбасының тірлігі сомен шұғылданып жүр екен. Үйде балалары бар екен. Абу Дарда үйде жоқ дейді. Бірақ Абдулла ибн Рауаха не дейді? Үйге кіруге рұқсат сұрайды. Үйге кіруге. Жұбай рұқсат береді. Енді ол кісі аулада жүр, бала шағалары бар қасында. Абдулла ибн Рауаха үйге барады да бірден жаңағы Абу Дарданың үйіне, сол бөлмесіне қарата бет алады. Ана өзінің пұтын қойып қойған, табанатын затын қойып қойған ең құрметті төрей бар ғой. Соған бет алады, барады, кіреді. Кіргеннен кейін қолына бір кішкене Ибрахим алейхиссалам жаңағы бүкіл мүшриктер кетіп қалған кезде бүкіл бұттарды сындырып тастаған еді ғой. Тура сол сияқты Абдулла ибн Рауаха да өзінің досының үйіне барып, кішкене бір балған алады да қолына. Анау кішкентай қымбат бұттардың барлығын бірден балталап, басын шауып, мойнын шауып, қолын шауып, енді білмеймін, үгітіп тастайды ғой. Бүкілін сындырып тастайды. Солай сындырып тастайды да үйінен кетіп қалады. Бір кезде Абу Дарда күн кеш батады, күн түс ауғаннан кейін үйіне қайтады. Үйіне келсе, жұбайы есіктің алдында кішкене қабағы сәл түсіңкі, енді үйде бір жағдайдың болғанын сезеді сол кезде Абу Дарда. Жаңағы өзінің досының үйге кеп жасап кеткенін айтады. Абу Дарда келді дейді үйге. Ол рұқсат сұрап бөлмеге кіріп кеткен, анау бөлмеге.
кейін біраз уақыттан кейін шығып кетті, іле шала артынан кірсем, сенің бұтыңды сындырып кетті дейді. Енді не істейміз? Сосын Абу Дарда енді ашуланады. Ол кезде енді ол дінді қабылдамаған кезі ғой. Ол деген үлкен күнә. Қалай ол адам бұтты сындыруы мүмкін? Сосын кішкене енді мен барып қазір оған көрсетем деп бір ашуға мінеді, өзін бірден ұстап қалады. Ашуын тоқтатады. Не нәрсе ойлайды осы кезде ол кісі? Ойлайды да, анау менің досым бар ғой, Абдулла бин Рауаха деген. Ол келді, бұл үйге кірді, қолына балтаны алды. Енді сындырып жатқан кезде дейді, сол бұтты. Өзің қорғай алмаған нәрсе ол қалай менің құдайым болады? Қалай менің жаратушым болады деген бір ой келеді, ой сапайт етіседі оған. Сосын сол ой мазалай береді, оны мазалай береді. Міне біраз уақыт өткеннен кейін өзі іздеп Абдулла бин Рауаханың қасына барады. Қасына барады да, жүр кеттік. Болды. Мен өзімнің жүрген жолымның дұрыс емес екенін түсіндім. Пайғамбар деп жүрген Мұхаммед бар ғой. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Мен енді Абдулла бин Абу Дарданың тілімен айтып тұрмын. Сол кісінің қасына барайық дейді. Не үйретеді екен, не айтады екен маған? Сол үйреткенмен, сол кісінің жолымен жүрейін деп, ол кісі барады. Барады да бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Дардаға кәлима шахадат айттырады сол жерде. Ислам дінін түсіндіреді. Міне, бұл дейді Абу Дарда өзінің сол Медине қаласы енді бөлінеді ғой, ана көше, мына көше деген сияқты, дұрыс па? Сол өзінің көшесіндегі, өзінің елді мекеніндегі ең ақырғы ислам дінін қабылдаған адам екен. Бұл кісінің алдында көптеген адамдар дінге кіріп кеткен. Міне, Абдулла бин Рауаха осы Абу Дарда болса, өзінің кеш ислам дініне келгеніне қатты өкінеді. Көп нәрседен артта қалып кетті. Өзімен бірге ойнап күліп жүрген сахабалары, жолдастары не істеді? Дінді үйреніп алды көп. Көп Құраннан аяттар жаттады. Көптеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уағыздарына қатысты қарасаңыздар. Міне, көптеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уағыздарына қатысты. Сол өтіп кеткен нәрсені бірден қуып жетіп алуға тырысты дейді. Көптеген сахабалардан қалып кетті ғой. Жоқ, мен жаттау керекпін. Олар жаттаған Құранды мен де жаттайым, олар жаттаған хадисті мен де жаттайым деп, ол күнін түнге жалғады дейді. Күнін түнге жалғап, солай қарата не істеді? Көптеген сахабалардан білім дәрежесі жағынан озып кетті ол кісі. Сондықтан ғалымдарымыздың мынандай айтқан сөзі бар. Қараңызшы, бір нәрсенің нәтижесі ол бірінші келген адам демес дейді. Түсінікті ме? Бірінші келген адам демес. Ол соңынан келсе де шынайы ықыласпен келген адамда дейді. Тура сондай. Мысалы, қараңызшы, бір адам мешітте Құран және тәжуид ілімін оқып жүруі мүмкін. Бірақ ол адамның енді ықыласы сәл төмендеу болуы мүмкін да. Біреу айтқан соң анау-мынау деген сияқты, бір күн келіп, екі күн келмей деген сияқты, айына бір рет келіп солай жүруі мүмкін. Ол не істейді? Жылдар бойы, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл жүреді солай. Белгілі бір деңгейде. Ал бір адам келеді, ол жасы 40-қа, 50-ге келіп қалған болуы мүмкін. Бірақ ол қанша уақытын өткізіп алды босқа. Ниет, өкініп, қанша уақыт кетті менен. Өкініп, сондай бір ыстық ниетпен, дұрыс ниетпен келеді. Ол кісі келгеннен кейін уақытты тиімді пайдаланып, сабақ оқиды. Көрдіңіз бе? Жаңағы адамның 3-4 жыл оқыған сабағын ол адам 3 айда оқып алуы мүмкін. 3 айда оқып, 4-ші айда жаңағы 4 жыл жүрген адамнан озып кетуі мүмкін арғарата. Сондықтан не деді? Ғалымдар, ол
сенің бұрын келуің бір нәрсеге мақсат емес дейді, мақтан емес. Соңынан келсең де шын ниетпен келсең болды бір нәрсеге деп ғалымдарымыз айтқан. Абу Дарда соның мысалы, қарасаңыздар. Міне, бұл кісі ғибадатқа келген кезде не істеді? Күнін түнге жалғады. Ғылымға келген кезде бір шөлдеп, шөл далада қалып кетіп, суды көрмеген, суға шөлдеген адам сияқты ілімнің суын ішті дейді ол кісі. Қасиетті Құран кәрімнің әрбір аяттарын, әрбір сөздерін жаттады. Сол қасиетті Құран кәрімнің аятын түсіну үшін терең сырларын түсінді қасиетті Құран кәрімдің дейді. Міне, Абдулла бин Абу Дарда осындай еді. Абу Дарда Омар радиаллаху анхтың кезінде бұл кісі не істейді? Шам еліне басшы қылып жібереді. Қазіргі Сирия еліне, Шам еліне Абу Дарданы Омар, Алла ол кісіден разы болсын, басшы қылып жібереді. Бұл кісі Шам еліне барып, қасиетті Құран кәрімді үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін үйретеді. Фарадия минху Омар бизалик. Міне, Шам еліне келсе дейді, енді тағайындап жібереді ғой, Шам еліне келсе адамдардың барлығы ілімнен алыстап кеткен. Ешкім сабақ оқымайды. Ешкім бір алдыға жылжу, ол фиқ болсын, ол ақида болсын, ол кез келген ілім болсын, ілімнен алыстап кеткенін көреді. Фахалаху залик дейді. Абу Дарда осыны көреді де бірден таң қалады. Сонда бір өкініш оты кернейді ішін. Вадa'ан-наса илал масжид дейді. Содан кейін бірден көше үй жүріп, адамдарды ілімге, мынау мешіт болды ғой сол кездегі мектеп, ілім алатын жер, мешітке шақырады. Фажтамау алейхи фауқаха фихим уқала. Бұлай деп айтады. Қараңызшы. Я ахла Дамашқ. ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم. يا Шам елі, сендерге не болды? Қараңыздар, мен сендердің алдарыңа сондай бір бауырларың ретінде, сендерді бір жақсы көретін адам ретінде келіп тұрмын. Сендерден, үйреткен ілімім үшін сендерден бір тиын ақы алмаймын. Мен сендерге ақыреттік, бұл дүниелік ілімді үйретем. Дұрыс, маған да ақы керек. Мен де сендер үшін қанша ілім іздеймін, қанша уақытымды кетірем. Бірақ менің ақымды, менің нафақамды басқалар береді дейді. Ол бірінші Алла тағаланы айтып тұр. Екінші, сол кезде халифа тарафынан, мемлекет тарафынан осындай мұғалімдарға үлкен қаражат бөлінетін болған. Міне, содан кейін осы Абу Дарданың несіне қарасаңыздар, көптеген адамдар жиналады Абу Дарданың сабағына, іліміне, жалпы Құран іліміне, хадис іліміне, осы Шам елінен көптеген ғұламалардың шығуына, сонда бір көптеген ислам дінінің көптеп жайылуына себепші болған, бірден бір себепші болған сахабалардың бірі. Енді бұл кісінің басынан өткен бір оқиғаны айтатын болсақ, бір күні көшеде кетіп бара жатса, бір топ адамның бір кісінің жабылып, сонда ұрып жатқанын көреді. Көшеде кетіп бара жатыр, бір топ адам жабылып алған, бір кісіні ұрып жатыр, төпештеп. Боқтап, неше түрлі балағат сөздер айтып жатыр екен. Сосын Абу Дарда сұрайды, тұрып, неге ұрып жатсыздар? Не болды, не істеп қойды бұл кісі деп. Көшедегі жиналған жұрттар бұл кісі өте үлкен бір күнә жасап қойды дейді. Яғни біреудің затын ұрлап қойған болуы мүмкін, басқа да күнәлар жасап қойған болуы мүмкін. Сонда қараңыздар, Абу Дарда былай деп айтады. Біздің айналамызда осындай жағдайда жүрген достарымыз, аға бауырларымыз көп болуы мүмкін. Бұлай деп айтады. Сендер дейді, қараңдаршы, бір бауырларың терең бір құдыққа түссе егер, қарап тұрасыңдар ма сендер сол құдықтың қасында? Түсіп бара жатыр, батып бара жатыр суға. Қарап тұрасыңдар ма дейді.
Адамшылдық болатын болса, адамның бойында адамгершілік болатын болса, не істейсіз? Соны құтқарасыз, дұрыс па? Қолыңызды созасыз соған. Соны шығарып алудан, батып бара жатқан батпақтан, құдықтан, судан сіз шығарып алуға тырысасыз өзіңіз. Адамшылдық осы ғой негізі. Олар да айтады, біз құдыққа, суға батып бара жатса, әрине, қолымызды созамыз, шығарып аламыз дейді. Көмектесеміз оған. Сонда Абу Дарда тұрып айтады, «Ла тасбуху ва ла тадрибуху, ва иннама айзуху бассируху». Сендер дейді, бір бауырың сенің қателесіп жүрме. Сенің бір бауырың күнә жасап қойды ма, оны балағаттама сен. Оған ұрыспа, оны ұрма, оны төпештеме. Керісінше не істе оған? Уағыз айт, насихат айт. Түсіндір оның дұрыс емес екендігін. Көзін аш дейді. Көкірек көзін аш оның. Қателесіп жүргенін өзі білсін. Түсінікті ме? Сонда жаңағы адамдар тұрып сұрайды. Сонда біз жек көрмейміз бе дейді. Қалай сонда бір адам қателесіп жүр, күнәнің ортасында жүр, соған тыйым салмаймыз ба дегенде Абу Дарда былай деп айтқан. Бір адамның дейді, қараңыз, істеген бір адамның істеген ісі жек көріледі. Түсінікті ме? Бір адам егер қателесетін болса, күнә жасайтын болса, соның ісі, біз ісін дұрыс айту керекпіз. Бұл ісің сенің дұрыс емес деп. Сол ісін сөгу керекпіз. Ісіне сөгіс жариялау керекпіз. Бірақ ол адамның өзі заты, Алла жаратқан затын жек көруге болмайды бір жасап жүрген іс-әрекет үшін. Қараңызшы, сіздер мынау адамның істеген ісін жек көр дейді. فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُوَ أَخِي. Ол ісін тастады ма? Ол сенің бауырың. Ол менің бауырым. فَأَخَذَ الرَّجُلُ يَنْتَخِبُ وَيَلْعِنُ تَوْبَتَهُ. Көрдіңіз бе? Сол кезде міне Абу Дарданың осы айтқан сөзін естігеннен кейін жаңа кісі бірден көзіне жас алып не істеді? Тәубе ете бастады дейді. Алла тағала менің жасап қойған осы күнәмді кешір, мен қателескен екенмін деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан сахабалардың осындай өнегелі өмірлері көп. Бір бауырымыз қателесіп жүрсе, мінез дұрыс емес болса, бір тірлік жасап қойса, сіз айғайлап, төпештеп, ұрып соғу арқылы оны қайтара алмайсыз. Жұмсақ, уағыз айту арқылы, дұрыс насихат айту арқылы адамның жүрегін жібітуге болады. وهذا شاب يقبل على أبي دردة ويقول أوصني يا صاحب رسول الله. Қараңызшы, бір күні бір кішкентай жас жігіт Абу Дардаға кездеседі, Абу Дардадан былай деп сұрайды. Алланың елшісінің досы, сахаба, маған өмірімде және бұл өмірде және ақыретте азық болатын бір өсиет айтшы деген кезде Абу Дарда не дейді? Бұнайя, кішкентай бала, Узкуриллаха фиссарра. Алла тағаланы сен жасырын кезде дейді. Қараңызшы, бос кезіңде, бұл жерден екі мағына беруге болады. Жасырын кезде деген сөз, ешкім көрмейтін өзіңіз үйіңізде жападан жалғыз қалған кезде Алла тағала есіңізден шықпасын. Сіздің жолдасыңыз ібіліс, шайтан болмасын. Не болмаса, бос кезіңізде, басыңызға іс түспей, басыңызға қиындық түспей тұрған кезде Алла тағала сіздің жолдасыңыз болсын. Язкурука фиттарра. Алла тағала не істейді дейді сені? Егер сен бос кезде, басыңа қиындық келмеген кезде Алла тағала не еске алатын болсаң, Алла тағала сенің басыңа қиындық түскен күні Алла сенің қасыңда болады. Алла сенің жасаған дұға тілектеріңді қабыл қылады дейді. Басымыз ауырып, балтырымыз сыздаған кезде Құдай еске түсу, бұл иманның дәрежесінің төмендігі. Түсінікті ме? Сондықтан Алла тағала нығмет беріп тұрған кезде, тіземіз сау, көзіміз сау, 12 мүшеміз сау кезде Алланы еске алайық. Алла тағаланың бұйырған әмірлерін орындайық. Басымызға бір қиындық түсіп қалған кезде
Алла тағала сонда біз қолымызды жайып, я Алла тағала, мынау пендеңнің басына, мендей бір фақыр пендеңнің басына осындай қиыншылық түсті. Я Алла тағала, мен өмір бойын зікір етіп сені, әміріңді орындап, тыйымыңнан тыйылып келем. Дұғамды қабыл ет деп бір дұға жасайтын болсақ, Алла тағала сол кезде біздің дұғамызды қабыл қылады екен. Ал жай кезде Құдаймен ісіміз жоқ болса, онда басымызға қиындық түскен кезде, я қабыл қылмай қоюы мүмкін дұғамызды, не болмаса қинап апарып әйтеу бір соңында зорға қабылдауы мүмкін. Сол қиыншылығымыз басымыздан зорға кетуі мүмкін екен. Міне, сол балаға Абу Дарда былай деп өсиет айтады тағы. Я бұнай, ей менің балам, күн алиман, үйренуші бол, ілім үйренуші бол. Түсінікті? Адамдарды топқа бөліп жатыр. Ілім үйренетін топтан бол сен. Көрдіңіз бе? Күн алиман, әу мутааллиман, әу мустамиан. Түсінікті ме? Немесе үйретуші бол. Үйрен болсаң, сен үйретуші бол адамдарға. Үйретуші бол, үйренуші бол, әу мустамиан. Немесе екеуі де жоқ. Ілімде үйренбейсің, үйретпейсің басқа біреуге, ең болмаса солардың насихатын тыңдаушы бол дейді. Үшіншісін айтып жатыр, тыңдайтын адам бол дейді. Бір нәрсе жазып, бір нәрсе жаттап үйренгеу мүмкін. Бірақ бір кітапта мынандай деп айтқан, қасиетті Құран кәрімнің аятында мынандай деп келген болса, сен тыңдайсың сол өсиетті, сол уағызды. Көрдіңіз бе? Уәлә тәкуне рабиа. Бірақ төртіншіден болма дейді. Я не істемейсің, біреуге үйретпейсің бір нәрсені. Үйретуші мұғалым ұстаз емессің. Не болмаса, үйренуші шәкірт те емессің бір ілімді. Не болмаса, сол екеуінің айтқан сөзін де тыңдамайсың сен. Үшінші топтан демессің дейді. Онда төртінші топтан болса, сенің баратын жерің жоқ. Не істейсің? Фәтәхләк. Сен құрдымға кетесің дейді екі дүниеде. Міне, Абу Дарда бұл кісіге осылай қарата өсиет айтқан екен. Қараңыздаршы. Айта берсек, осы Абу Дарда жөнінде әңгіме көп, айтатын сөздер де көп. Ең соның бір түйіні Абу Дарда өмірден өтейін деп жатқан кезде, ауыр меңдетіп жатқан кезде қасындағы жолдастар сұрайды. Бұл өмірде дейді, сен өтіп бара жатсың. Бұл өмірде қандай арыз арманың бар айтатын. Артында қалған адамдарға, ұрпақтарыңа, туыс туғандарыңа дегенде, ол кісі айтады, дүнуби дейді. Бұл өмірде менің өкінетін нәрсем, айтатын арыз арманым, жасаған күнәларым. Көп күнә жасап қойдым мен. Ама тәштахи, не қалайсың? Қандай арманың бар дейді, бұл өмірде айтатын. Өмірден өтіп бара жатсың, не нәрсе, қандай арманың бар орындалмай кетіп бара жатқан дегенде, афуа рабби деген. Алланың рахметі, Алланың кешірімі деген екен. Қараңыз, сонда бір кішіпейілдікпен айтып жатыр бұл кісі. Яғни, Алланың кешірімін алатындай мен бұл өмірде амал жасай алмай қалдым. Одан кейін былай деп айтады. Соңындағы адамдарға, қасындағы адамдарға, лаққинуни, маған айтып жеріңдерші, үйретіп жеріңдерші дейді. Бірге кішкене тіліме салып жеріңдерші. Ла илаха иллалла Мұхаммаdur Расулулла. Осы сөзді, осы кәлиманы. Қасындағы адамдар айтты дейді. Абу Дарда да осы сөзді айтып, көрдіңіз бе? Соңғы тілі, соңғы сөзі осы калима шәһадатты айтып жатып, өмірден өткен екен бұл кісі. Сосын وَلَمَّا لَحِقَ Абу Дарда بِجْوَارِ رَبِّهِ Ауфи бин Малик әл-Ашшаи деген кісі, бұл кісі сахаба. Абу Дарда өмірден өткеннен кейін түс көреді, бұл сахаба. Көрдіңіз бе? Түс көреді. Түсінде яраху наиму маржан ахтара фасихал аржа ва арфал ауфия.
бір сондай бір жап-жасыл мекенді көреді. Ағаштары көп, түсінікті. Сондай бір үлкен қасырлар бар, үлкен жақсы-жақсы үйлер бар. Ана жерде кәдімгідей қойлар, жылқылар, неше түрлі жан-жануарлар бар. Көзіміз көрмеген дейді, құлағымыз естімеген. Сосын сұрайды, осындай мекен, осындай бір байлық, осындай бір жақсы жер, Алланың осындай сыйы кім үшін дегенде, сол жердегі адамдар айтады екен түсінде. Бұл Абдурахман ибн Ауфтікі дейді. Өте үлкен бай сахаба болған негізі. Сахабалардың ішіндегі ең үлкен дінге қызмет жасаған, мал мүлкімен дінге қызмет жасаған сахабалардың бірі. Сосын айтады. Оқал алаху ябна Малик. Көрдіңіз бе? Сол түсінде айтып жатыр ғой. Енді бұл Абдурахман ибн Ауфқа Алла тағаланың берген сыйы. Егер сен кішкене тағы да жол жүретін болсаң алдыда, бір белді асатын болсаң, бұдан да мықты сондай бір Алланың берген сыйын көресің дейді адамдарға. Бұны сен бұл жердегі көріп тұрған сенің мынау мал мүлкің, бұл жердегі сенің дәрежең, ол ойнамай қалады. Бұл сенің көзің көрмеген, құлағың естімеген бір сыйлықтар бар дейді. Сондай бір дәреже бар. Тағы да кішкене жүретін болсаң дейді. Сосын шынымен де кішкене арғырата жүріп едім, шынымен де мынау алдыңғы көрген жәннаттан дейді. Яғни сондай бір дәрежеден мыңдаған есе жоғары сондай бір дәрежені көрдім дейді. Сосын сол жердегі адамдардан сұрадым, бұл кім үшін деп едім. Сол жердегі тұрған күзетшілер дейміз бе, сол адамдар айтты, бұл Абу Дарданың мекені деп айтты дейді сахаба. Абу Дардаға Алла тағаланың дайындап қойған мекені деп айтқан екен. Қараңыз, бұл өмірде осындай сахабалар, енді қараңызшы, сондай бір Алланың үлкен ризалығына жету үшін асып тасыған мал мүлік болуы міндет емес адамда. Бір адам байлығымен үлкен дәрежеге жетуі мүмкін. Бір адам қолында еш нәрсе болмаса да, өзінің белгілі дәрежедегі байлығы болса да, шын ықыласымен, шын ниетімен, Құдайға деген шынайы құлшылығымен де адам жоғары дәрежеге жетуі мүмкін екен. Енді Абу Дарданың біз мынандай соңында бір айтқан үлкен өсиет сөзі бар. Осы сөзбен біз сабақты аяқтайық. Абу Дарда былай деп айтады. Инна ахафу ма ахафу, менің өмірдегі ең қорқатын нәрсем дейді. Ең қорқатын нәрсем. Иза вақафта алал хисаб, ертең қиямет күні болып бүкіл адамдар махшар алаңына есеп беруге жиналған кезде дейді. Ан юқал али, маған Алла тағала айтса егер, қада алимта, фама амилта фима алимта. Біз саған үйреттік, ұстаздар жібердік, намаздың парыз екендігін, харам, халалды үйреттік, неше түрлі сауапты істерді үйреттік саған. Сол үйреткен, не болмаса үйренген нәрселеріңмен, алған ілімдеріңмен, фама амилта фима алимта, қалай амал жасадың? Амал жасадың ба деп, Алла жаратушы маған сұрақ қоятын болса, мен не деп жауап берем деп, өмірде солай сұрақ тастап кеткен екен Абу Дарда. Алла тағала баршамыздан разы болсын, үйренген ілімдерімізбен амал жасауды нәсіп қылсын.